Сәлем, мен Айгерім Нұрғалиқызы, 15 жылдан аса тәжірибесі бар энергия практик, психолог және де халық емшісі. Дәл осы уақытта мен көптеген адамдармен жұмыс жасадым. Соңғы өмірімде 6 жылда мен арнайы адамдардың ақшалай қатысты блоктарымен жұмыс жасай отырып, көптеген адамдардың өсуіне себепші болған маманның бірімін. Дәл қазіргі уақытта саған ақшалай табысты болуына, өсуіне, қарызсыз өмір сүруіне кедергі болып жатқан ақшаға қатысты ойларыңды жиілейтін боламын. Қазір мен өзімнің тәжірибемде болған блоктармен бөлісемін. Ол кемінде 8 блокты айтамын. Саған қайсысы қатты әсер берді, немесе сенің өткеніңді есіне түсірді, осы блоктармен міндетті түрде жұмыс жасауға міндеттісің. Себебі сенің табысты болуына, күнделікті өмірінде болып жатқан сен шаршап кеткен ақшалай қиындықтарыңды шешуге мүмкіндік болайын деп тұр. Сен қанша білім алсаң да, ішкі халіндегі саған кедергі болып жатқан блоктарды шешпей, сенің өсуіне қатты кедергі болатын болады. Бұл менің өмірімде болған әртүрлі емделушілермен жұмыс жасай отырып, қатты кедергі болып жатқан ең топ 8 блокпен кемде бөлісемін. Ең соңғысы өте маңызды, сол үшін жақсылап тыңдаймыз. Бірінші блок. Ақша саған не үшін керек екенін білу қажетсің. Дәл қазіргі таңда бірінші айтайыншы, саған сұрақ. Ақша саған не себепті қажет? Мысалы, көп адамдарда кездеседі, маған келеді емделушілер, маған ақша қажет деп. Но на самом деле ол адамға ақша қажет емес. Мен сұраймын, на самом деле ол былай айтады. Маған ақша керек, мен ақшаға қатысты блоктарым шешкім келеді дейді, сөз барысында не үшін саған ақша қажет дейтін болсаң, өзіне не үшін ақша қажет екенін нақты білмейді. Сонда ол сөздің астарында маған ақша қажет емес. Егер саған ақша қажет емес болса, значит саған ақша келмейді. Себебі сен не деп жатырсың? Маған ақша қажет емес. Ақша не үшін, қалай, қайда қажет екенін білу керек. Яғни ақша сол жерге келеді. Бәріміз айтамыз, ақшам көп болса жақсы болам, ақшам көп болса еркін өмір сүрем, ақшам көп болса керемет демаламын, ой, ақша көп болған күшті ғой деген секілді. На самом деле олай болмайды. Ақша не үшін сізге керек екенін білу қажетсіз. Дәл бүгіннен бастап осы сұраққа жауап табамыз. Ол ең бірінші маған келіп жүрген және мына қоғам арасындағы адамдардың ең бірінші блоктары осыда. Енді екінші. Ол қалай? Ақша ол адамға біреулер үшін қажет. Өзі үшін емес, біреулер үшін. Мысалы, адамдар өзінің қалауменен және де қажеттілік не үшін керек екенін білмейді, шатастыра бастайды. Ақша не үшін керек деп сұрақ қойған кезде көбісі айтады, егер менің ақшам көп болса, мамама үй сыйлаймын, папама көлік сыйлаймын, достарыма, тумаластарыма көмектесемін. Яғни сенің ақшан біреу үшін қажет. Ол негізі адамның қажеттілігі емес, яғни сенің қажеттілігің емес, ол сенің қалауың. Қалау барлық адамда бар. И ол кезде ол сен үшін емес, басқа адам үшін болған кезде ол ақша келмейді. Қалау мен қажеттілікті шатастырмау керек. Мен білем, ол сенің бала арманың болуы мүмкін. Бірақ ол сенің қажеттілігің болмаған кезде просто қалауын, яғни қалау, желание, қажеттілік, потребность деп айтайық. Егер сенің ол күнделікті өміріне қажет болмай, просто қалау болғанда, сен көп ақша таба алмайсың. Әлде сен үнемі қарыздан шықпайсың. Немесе сен мамана, папана үйін ремонт жасауға көмек бересің, еще оны сен не қарызға кіресің, не кредит аласың, не біреуден аласың, не өзінің қалауынды жасамай жинап жүрген ақшанды саласың, ол жабылады, бірақ сенде қайттан ақша жоқ болып қалады. Сол себепті ақша ең бірінші саған керек.
сенің күнделікті қалауларыңды көбейтіп отыру керексің. Егер сен, например, айтайын, мысалы, iPhone 16 ұстап жүрсен, әлде 14, бірақ саған қатты ол қажет болса, жаңа iPhone, сен жұмысына байланысты, сен оған әрекет жасайсың. Егер сен самолетпен ұшып жүрген кезде сенің комфортты, яғни бизнеспен ұшқың келеді, бірақ сен эконом класста, сен қатты қажет етсе саған бизнес класспен ұшу, және ол сенің ішкі қалауың болатын болса, егер сен оған не только қалау, просто ол сенің қажеттілігің болатын болса, сенің әрекетің сонда барады. Егер сен бір бөлмелі үйде тұрып жатырсың, ол саған күшті энергия беріп жатыр, бірақ уже ол сенің қажеттілігің емес, саған 2 бөлмелі үй керек болатын болса, ол қажет саған 2 бөлмелі үй. Сен сыймай жатырсың, балаларың көбейіп жатыр, әлде сен еще комфортный өмірді қалайсың, ол кезде саған ақша келеді. Көп адамдар өзінің қалауларымен қажеттіліктерін, яғни желание мен потребностьті шатастырып алады. Ал ақша потребностьқа келеді, қалауға келмейді. Бірінші сенің қалауларынан бұрын қажеттіліктерін нақты саған күнделікті мотивация беретін, өсуге, қарыздан шығуға, жақсы өмір сүруіне қажетті мотивацияны біліп, соған қарай әрекет жасаған кезде сен ақшаң көбейеді. Ақшаң көбейгенде сенің бала болсын, әлде қазіргі ересек қалауларын еркін түрде орындала бастайды. Ал көп адамдар қалауларына қарай әрекет жасайды да өздері қарыздан шықпайды. Ол екінші блок. Үшінші блок эконом. Яғни эконом деген сөздің өзін дұрыс қолдану керек. Экономдау керек, экономдау қажет. Негізі экономдамаймыз, ең бірінші ақшаны дұрыс жаратамыз. Мен үнемі айтам, эконом деп айтпаймыз, ақшаны дұрыс жарату қажеттін деп, потому что эконом деген сөздің өзі шектеу деген сөз. Ал эконом деген сөздің негізгі мағынасы ақшаны дұрыс жүйелеп жарату. Егер сіз эконом дегенде не ойлайсыз? Мысалы, сұрақ. Егер сіздің визуалыңызда эконом деген кезде шектеулі осындай бір визуал келетін болса, яғни сіздің қанша ақша тапсаңыз да таппасаңыз ақшаны слив, яғни орынсыз жерлерге жарата бастайсыз, үйде ақша тұрмайды, потому что эконом. Ал экономды дұрыс түсініп, дұрыс жарату, ақшаны дұрыстап көбейту, орнымен жарату десе, ол шектеу болмайды, ол шексіз бола бастайды. Міне, клиенттерімде бірден бір бөлі осылы. Маған бір клиент келеді, есімін атамай қояды, сонда ол айтады, мен қанша ақша тапсам да үнемі оның былай есептесем орны бар, бірақ не ақшам көбеймейді, не жиналмайды. Енді сонда онымен жұмыс жасағанда ол былай ойлайды, мен ақшаны экономдауға жеттім. Экономдау. Эконом деген сөз қалай сен ойлайсың десем, оның визуалында, яғни елестеткен кезде ол мынандай эконом дегенде 4 бұрышты кішкентай узкий жолды көреді. Ол деген сөз шектеу деген сөз. Мен онымен жұмыс жасай отырып, эконом дегенді дұрыс жарату деген установкаға өзгертіп түсіндірген кезде, ол 3 айдан кейін өзін қалаған дәрежесіне, мақсаттардың біріне жетті. Міне, 3-ші блок осы. Тағы да ішінде эконом деген ол қалай? Мысалы, ақшасы бар адам мен жоқ адамдар қалай жасайды? Ақшасы бар адамдар ешқашан өзінен, өз қалауынан аямайды. Яғни оған не керек екенін біледі. Ал ақшасы жоқ адамдар көп ақшаны қалайды, бірақ өз біліміне салмайды. Неге? Ой, зачем маған психологпен жұмыс жасап, не қажеті бар, терапия не керегі бар, мен бұны білем ғой дейді. Өзі ақша көп өскенін қалай отырып, бірақ өзі үшін білім алуға, жаңа дәрежеге, жаңа жетістікке салмайды. Себебі ол не істеп жатыр? Өзіне келгенде экономдап жатыр. Бай мышление мен кедей мышление осыда. Бай мышление дегеніміз ақшаны адам бірінші әрекетте емес, ой арқылы, дұрыс ойлану арқылы табады. Ал көп ақша табу үшін ең бірінші жаңа білімдермен, жаңа бір дүниелерге салып үйрену керек. Ал кедей ой, ол экономдап қояды. Қой қымбат,
немесе кейін алам, әлде басқа дүнием бар дейді. Сол себепті ақшалай өсе алмайды. Бұл үшінші. Енді төртінші, запастағы ақшаға сену. Ол қалай? Ол менің бір клиенткам келеді, яғни өзі ипотекаға үй алуға ниет етеді. Ол қалай? Бірақ оның ипотекасыз үй алуға ақшасы жетеді. Енді ипотекаға аламын деп, ол әлі алынбаған, еще проценті бар ақшаға ниет етіп қояды. Оның ойында ипотека, кредит, запастағы ақшасы. Сөйтеді де, ол бір жылдың ішінде ипотекаға алмайтындай ақша табады да, ең соңында ол ипотекаға үй шығарады. Маған келеді. Мен бір жылдық отчетымды шығарам, мен ипотекасыз үй алуға болады екен, бірақ каким-то образом мен ипотекаға алдым. Потому что ол запасқа бастапқы ниетін ипотекаға алам деп ниет етіп қояды. Оның, мысалы, 24-ші жыл кассасында да, общий оборотында да көп ақша тапқан, и 2025-те де дәл солай. Сөйтеді түбінде ол адам не істейді? Ипотекаға ақша үй алады. Себебі ол запасқа мен ипотекаға алам дейді. 25-ші жыл ол көп ақша тауып, өзінше айтады, уже установканы ауыстырады. Мен толық сатып алуға мүмкіндігім бар екен ғой, мен сатып алам дегенменен ол түбінде ипотекаға алады. Отчет шығарған кезде біріншіден ақша жиналмаған, екіншіден үй бар, бірақ жартылай ол ипотекада. Дәл осылай запасқа ақша қойған кезде және соған сенген кезде ол сізде ақшалай қолда тұрса да, алтынмен тұрса да, жермен тұрса да, немесе даже кредит, ипотека, рассрочка, наличка ретінде тұра ма, сіз шалқайып арқаңыз кең жүреді. Сіз соған сеніп тұрасыз да, түбінде не процентке кіресіз, не ақшалай өспейтін боласыз. Сол үшін запасной ақшалай немесе кредит ретінде ақша миыңызға салып алсаңыз, алып тастаңыз. Екінші жағдай бар, маған клиентка келеді. Мен үй ала алмай жатырмын. Бірақ қанша ақша тапсам да ипотекаға менде мүмкіндік бар. Екеуміздің зарплатамыз жетеді, біз бизнес жасамаймыз. Әрине, ол адам енді ниеті ипотека арқылы алу. Ол дұрыс, потому что үйде стабильный ақшадан басқа түспейді. Коммунальный услуга, квартирасы бар, балалар бар, киім. Бірақ ол ақшаны да көбейтуге болады. Оның бірден бір жолы үй алу үшін тағы ипотекаға алу керек. Бірақ олар үйтіп те ала алмайды. Сонда әлгі ол әйелмен жұмыс жасаған кезде оның арғы миында әкесінің ниет еткен жері бар екен. Сонда әлгі әйел әкесінің жерін сатып үй алам деп ойлайды. Оның бейсаналы түрде, яғни бессознательный запаста жер бар. Ол жер бір үй алып береді, ол өте қымбат тұрады. Бірақ ересек адам ретінде ол жоқ, әкемнен сұрамайым дегенменен бессознательный запаста уже жер бар. Жер деген ол ақша оған үй. Ондай кезде сен қанша әрекет жасасан да сенің ақшаң жиналмайды. Одан бір бөлек, бір клиентка келеді маған. Ол айтады, көп ақша тапқысы келеді, жақында жұмыстан шығыпты. Қандай жерге барса да оны жұмысқа орналаспайды, немесе бұған ұнамайды. Не үшін мен жұмысқа орналаса алмай жатырмын, то біреу ұнамайды, то біреу мен алмайды, мен түсінбеймін деп. Содан мен омен жеке жұмыс жасай отырып, не түсіндім, ол жұмыс жасап жүргенде запасқа ақша жинап қойған, үйі бар, комфортта, мәшинесі бар, және запаста ақшасы бар. Сол ақшаны не істеп жүр, ол жаратып жүр. Оның сана деңгейі, маған жұмыс керек, мен тағы өсу керек дегенменен, оның запаста күнкөріске жететін ақшасы бар. Сол үшін ол басқа жұмыстарды ұнатпайды. Ұнағаны оны алмайды, себебіне запастағы ақшаны істеу керек, жарату керек. Ол энергиясын алып жатыр. Ол түбінде күннен күнге жаратылып, ол қарызға кіруді бастаған. Яғни, мына жақта азайып жатқанын біледі, сөйтеді жаратқысы келмей, рассрочкаға жайла басын сала бастайды. Ал жұмыс жоқ. Содан маған келеді.
біз дәл уақытысында жұмыс жасай отырып Аллахтың қалауыменен, сонда оның түбінде менің күнделікті өміріме ақша жетеді, менде ақша тұр ғой деген запаста жинап жүрген ақшасын жарата бастаған. Содан бір айдан кейін жұмысқа тұрып, ақшасына қажетті дүниеге, яғни өзі қалаған заттай машинаға әрекет жасап сатып алып, одан бір бөлек ол қосымша өзі қалаған жұмысқа тұрды. Яғни дәл осылай сенде әкең, анаң, біреу уәде берген ата-енең, немесе кредит, немесе сен жинап отқан ақша сенің миыңда запаста тұрып, ол үлкен орын алып жатса, келесі үлкен ақшаға саған жол болмайды. Себебі сенің ми деңгейінде ақша бар деген уже установка бар. Бай адамдар туралы негатив ойлау ең көп адамдарда келетін установка. Яғни бай адамдар байлықты арам жолмен ақша табады. Қатты бай болу үшін ұрлау керек, өкіметтен левый ақша табу керек. Бай адамдар тек ятсыз, арсыз, бай адамдар тек қана өзін ойлайды, эгоист деген ой болатын болса, сенің ол бейсананда арғы жақта жатса, сен қанша қазір әрекет жасап, машина алып, оны бизнес ашып, кредит болсын, ипотека болсын, инвестиция болсын, бірақ сен қанша істесең де сол кредит жабудан, инвесторға беруден сенде артылмайды. Сен не одан, не өзің құтыла алмайсың. Себебі сенде байлық, ассоциация жаман адам деген ой болған кезде. Мысалы, махан Нұржан деген емделуші келді, сонда ол айтады, жақсы бизнес жасайды, стабильно айына 20 миллион теңге табады, бірақ ол 20 миллионды көбейте алмай жатыр. Басқа бизнеске сала алмайды, қорқады, уәдесі берген адамдар орындалмайды, соңында ақша жиналмай кеткен, сенесіздер ме? Сонда оның түйсігімен жұмыс жасағанда, бай адамдар өте нашар, тәкаппар, бай адамдар ешкімді ойламайды, ақшаға қатты тісін сындырады деген ой бар екен. Себебі оның туған әкесі мен бауырының арасында осындай конфликттер болған, бала кезде ол көрген, сол үшін бай адамдар ол өте жаман. Сол кезде әкесі ренжіп үйінде айтады, бала оны естиді, ол басқа адамдармен отношениясы дұрыс болу үшін не істейді, тапқан ақшасын көбейте алмайды. Сол себепті бай адамдарға қатысты негативті ой болса, байлық жаман жақпен келеді деген оймен өмір сүретін болсан, сен қанша жұмыс жасасаң да сенде ақша жиналмайды, немесе сен қарыздан шықпайсың. Яғни отбасында жақын адамдарым бар, ата-ана, бауыр, туысқан қатынас бай болып кетсем, олармен отношениям бұзылып кетеді деген ой болатын болса, сен ақшалай табысқа жете алмайсың. Өзі негізі бір әулетте бір бала болады, сол бір бала сол ұрпақты келесі ұрпаққа дейін кедейліктің жібін үзетін. Сенің қазір ересек санан солай ойлағанменен, сенің арғы жағында бәрі кедей, қазір мен шетелге барсам, олар барған жоқ қой, қазір мен керемет тамақ ішіп жеп жатырмын, олар да жоқ қой, қазір мен байып кетсем, олар мені жақтырмай қалады деген ой болатын болса, және өзіңді сол үшін кінәлі сезінетін болсан, сен керемет өсіп келесің да, обратно банкрот болып түсіп кетесің. Потому что сен, олар мені қабылдамайды, мен олардан бөлініп кетемін деген қорқыныш болады. Яғни чувство вины болады. Ондай кезде ешқандай да ақша келмейді, өспейді, қарыздан шықпайсың. Өсіп жатып, сен құлайсың, немесе бір бағытта тұрып қаласың, немесе кредитпен өмір сүресің. Сол үшін бұндай оймен өмір сүруге болмайды. Бұл да сенің дальше өсуіне, бұдан да жоғары болуына кедергі болады. Енді бұндай ой болған кезде керісінше қою керек. Мен өте табыстымын, табысты болып өсіп жатырмын. Мен өзімнің, өз әулетімнің, менен кейін әулетімде менен тарайтын ұрпақтың кедейлік жібін үзіп, бәрінде жақсы, менде де жақсы деп қоямыз. Сен де жақсы болып үлкен жетістікке жеткенде ғана сенің әулетінде жақсы болады. Ал көп адамдар осы чувство вины пайда болып құлайды, немесе өзі толық өспей, бір бағытқа жетпей жатып, барлық адамдарға көмектеседі, не оларда жоқ, не өзінде жоқ. Олай болмайды. Бұл да қарыздан шығармайтын блоктың бірі. Ең маңыздысы енді бақ қуатты және табысты болғысы келеді, бірақ
оның құнын бергісі келмейді. Яғни ақшалай төлем жасағысы келмейді, энергия бергісі келмейді. Ал ақша энергияға қажетті. Қажет энергияға қажетті келеді. Адам табыстай өсу үшін, мышлениясы кеңею үшін, және де ол ақша адамдар өзі болады, табады, бірақ жинай алмайды. Жинайды, көбейте алмайды. Көбейте алады, бірақ оны бір айналымға айналдырып, жан-жаққа тарата алмайды. Ал ақша айналымды жақсы көреді. Ақша білімді жақсы көреді. Яғни бай болғың келеді, бірақ сен өзіңнің бай болу үшін өзіңе ақша салғың келмейді. Білім алу, ақша сен көп тапқан сайын, мысалы сен айына кезінде 200 мың табыс тауып, қазір 1 миллион табыс таптың ба, ал 1 миллионды 10 миллионға салғың келе ма, сен кемінде бір айлық табысыңды 1 миллион теңгеге білім алу керексің, ем алу керексің, даму керексің, саған сондай орта келеді. Ал көп адамдар 10 миллион тапқысы келеді, бірақ соның өтемін жасағысы келмейді. Яғни бір айлық таза табысын, немесе оборот табысын өзіне салмайды. Ал ондай кезде ақша келмейді. Құнын төлегісі келмейтін адамға ақша келмейді. Ол не қарызға қайта кіреді, немесе бір орнында тұрып қалады, және күнделікті өмірмен сүреді. Ең көп адамдардың қазіргі бойы сол. Мысалы, мен 6 жыл емдеймін. Соңғы 1-2 жыл мен қатты қуанам. Халықтың сондай көзі ашылып, қарызым бар деп келетін адамдар өте аз. Қазір адамдар айтады, мен өзіме салудан, хәлімнен қорқам дейді. Әлі қарызбен өмір сүріп жатқан адамдарға қарасан, өзіне үнемі ақша жетпейді. Себебі көп ақша тапқысы келеді, бірақ сол көп ақшаның кемінде 1 мен 10% салыну керек. Міндетті түрде, бірақ оған төлегісі келмейді. Ондай ой бар кезде сен ақшалай өсе алмайсың. Сол себепті сен табысты, білімді, жеткілікті болғың келсе, үнемі білім алу керек. Ең бастапқы уақытта сен үшін арзан чектер, сен үшін арзан бір тегін инсайттар, сабақтар сені өсіреді. Сол уровеннен өсіп, сен 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион, 500 мың табысқа жеткен кезде, ол білім саған жұмыс жасамайды, оның құнын өсіру керек болады. Сол себепті өсу үшін міндетті түрде, хотя бы қандай әлем төңкеріліп кетсе де, бір айлық табысынды жаппасаң, кредит жаппа. Сол звондаған звонок, сол өмір сол кетіп жатыр, бірақ уже стоп қойып, өзіңнің нені дұрыс жасамай жатырың деп мышленияны салып, жаңа білім ал, ол сені 10 есе өсіретін болады. Ең маңызды блок ол зона комфорттан шықпау. Яғни, ол қалай? Менде ақша жоқ, маған ақша жетпейді, ақша жоқ деп өмір сүру. Ол не комфортны, бірақ сенің санаң үшін ол комфорт болып қалды. Солай ақша жетпейді, маған жетпейді деп өмір сүріп үйреніп қалдың. Солай адам жертва халге түседі. Жертва халге түскеннен кейін саған ол удобны болып кетеді. Сол кезде сен ести бастайсың, маған өмір сүру осылай дұрыс екен ғой дейді. Сенің денең, сенің ішкі халін үйренеді соған. Сөйтеді, түбінде сен жұмыссыз қаласың, банкрот боласың, сенен адамдар алшақтай бастайды. Себебі сен жақсы сөз айтпайсың, саған үнемі ақша жетпейді. Дәл осылай бір емделуші келеді маған, мен жақсы жұмыс жасадым, жасап та жатырмын, бірақ маған үнемі ақша жетпейді. Мен түсінбеймін, менің даже айлығым өсіп жатса да маған ақша жетпейді. Мен оған көрінетін бір дүние алып жатқан жоқпын. Бұрын ақша жетпейді деп жүріп ипотекаға үй алдым, наличкаға машина алдым, той бердік. Қазір одан да көп табыс табамын, бірақ мен ақшам жиналмайды. Мен ақша жетпейді деген сөзді көп айтамын. Сонда мен онымен жұмыс жасағанда глубинасымен, яғни түйсік деңгейінде. Сонда ол бала кезінде қатты жиі көп ауыратын болған. Дәл ауырған кезде ата-анасы көп махаббат, забота береді. Ол ауырған кезде, забота берген кезде, сол мейірімге тояды екен да, әлгі ішкі халінде жертва халі пайда болады. Мен ауырғанда, әлде мен қатты қиналған кезде маған адамдар қарайды, маған поддержка береді. Сол кезде менде бәрі жақсы деген ой пайда болған. Яғни оның миында ақшаға қатысты, мен қатты қиналған кезде, әлде менде ақша жоқ деп мен қарызға кірген кезде ғана
менде менің жан жағымнан әрекеттер пайда болады деп ойлайды. Сол себепті қарызға кіру арқылы, үнемі ақша жетпеу арқылы, бар болса да жиналмау арқылы ол не істеп жатыр? Ақша тауып сондай комфортно болып кеткен. Сол ойды өзгерткеннен кейін ол адамда не пайда бола бастады? Өзінің ай сайынғы табатын табысын 2 ай жұмыс жасадық. Жарты жылдан кейін оның айлығы өспеген, бірақ сол айлығы 5 миллион теңге 6 айдың ішінде ақшаны жинап, маған депозитте тұрған ақшасын кеп көрсетеді. Сол 2 жыл табыс тауып жүрген ақшасы жиналмай, слив болып жүрген емделуші 6 айдың ішінде 5 миллион жинап келеді. Сол себепті емделушілер, бұл енді ақшасы бар адам ғой, ақшасы бола тұра жоқ болып жүрсе, ақшасы жоқ және де жұмыс істесе де үнемі жиналмайтын адамдар бар. Себебі оның миында да ақша жоқ деген установка бар. Ақша жоқ деп ақша табады, бірақ адам шаршайды, ол адамда мотивация болмайды. Сол үшін ақша жоқ деу сізді өсіруге алып келетін инструмент болмау керек. Сіз ол ойдан құтылыңыз, сонда ғана сіз өсе бастайтын боласыз. Дәл осындай мен айтып кеткен ойлар болатын болса, бүгіннен бастап алу қажет. Сізге ақша жетеді, және де өзіңіздің нақты күнделікті қалауларыңызды мотивация ретінде өсіріңіз. Міндетті түрде сіздің күнделікті қажеттіліктеріңізді бірінші қалаулар орындалу үшін қажеттілікті қолға алу керек. Бүгін сіз әдемі киініп жүрсіз бе? Ертең одан да жақсы киінуге ұмтылыңыз. Ол сізге қатты бұл киім қажет пе? Дұрыс тамақтану сіз үшін қажет пе? Денсаулығыңыздың керемет болуы сіз үшін қажет пе? Спорт сіз үшін қажеттілік пе? Сіз кеше далада жүріп жүрсеңіз, енді сіз керемет, одан да мықты ортада жүргіңіз келе ме? Сіз ал мықты ортаға, мықты табысты адамдар барады, ол сізге қажеттілік және мотивация ма? Соны көтеру керек. Ол көтерілгенде ақша көбейеді, ақша көбейгенде сіздің басқа қалауларыңыз орындала бастайды. Дәл осы блоктармен жұмыс жасай отырып, сіздің өміріңіз өзгереді. Менің қаншама емделушілерім Алланың қалауыменен өзгеріп жатыр, өзім де дәл солай өзгеру үстіндемін. Қаншама жетістіктерге жеттім, қаншама емделушілерімнен шынайы отзывтар бар. Мен білем, бұл сабақ сіздерге де пайдасы бар екенін. Тағы да қайта-қайта тыңдай беріңіз. Егер мен айтқан блоктардың ішінде бәрі кездесетін болса, бүгіннен бастап ол ойды алып тастаңыз. Бүгіннен бастап бұл ой сіздерде жұмыс жасамайды. Сіз өзіңізге қажеттілік болып жатқан дүниеңізге 2 есе мотивация беріп әрекет жасайсыз. Одан кейін қалауларыңызға. Ақша жоқ деу арқылы өспейсіз. Запастағы тұрған алтын, ақша, кредит бол, енді сізде ол запаста емес, оған сенбейміз. Және білімімізден аямаймыз. Көп жетістікке жету үшін үнемі даму керек. Және білімді өзіңізден бастауға жетсіз. Ем болсын, сіздерге қайырлы болсын. Тағы бір кешірім сұрап кетем. Сіз, сен деп сөйлейтін болсам, себебі бұның бәрі өзі психологияда жеке жұмыс жасаған кезде сіз деген барьер болады. Сол кезде сен деп жұмыс жасалады. Қазір мен сондай эмоциямен бөліскеннен кейін сен және сіз деп, және көпшілікке бұл сабақты беріліп жатқаннан кейін сіздер деп айтудамын. Дұрысынан түсініңіздер, ең бастысы әрбір сөз жүрекке жетсе болғаны. Енді жақсыларым, осы арқылы жұмыс жасай отырып, бұдан да жетістікке жетуге дайын болсаңыз, мен сіздерді өзімнің жеке терапиямда, мендегі анализ жасайтын консультациямда, разборымда күтемін. Және де бұл жерде сіздерге үлкен менің емделушілерім берген секілді, әрине Аллахтың қалауымен сіздер де Алланың қалауымен өсетін боласыздар. Әрқашанда сіздермен жұмыс жасауға дайынмын. Ал қазіргі айтқан блоктарды бүгіннен бастап алып тастаңыздар. Және бұдан да қатты өсуге дайын болсаңыздар, емге келіңіздер. Әрқашанда есігім ашық. Мен сізбен жұмыс жасауға дайынмын. Ең бастысы сіз ниет етсеңіз болғаны.